Фильм индукцияланған камадағы гибернация капсуласынан оянған доктор Райленд Грейс есімді адамнан басталады. Ол есте сақтау қабілетінен айырылған және не болғанын түсіну үшін кемені аралап шығады. Ақырында ол өлген адамды табады. Бұл оны үрей. Содан кейін ол атомдық ажыратымдылықты сканерлеуші электронды микроскопты кездестіреді, және оның не екенін бірден біледі. Бұл оның ақылды екенін түсінуіне әкеледі. Грейс терезеден сыртқа қарап, жерден өте алыс жұлдыз жүйесінде екенін түсінеді. Ол жүйеге жерге қайтуға бұйрық береді, бірақ жүйе сапар 11 жылға созылатынын айтады. Ол отынды тексереді, бірақ ол өте аз. Содан кейін экрандағы ақпаратты байқайды. Ол жерден 113.8 жарық жылы қашықтықта. Осы сәтте Грейс кейбір естеліктерін қалпына келтіре бастайды, және ол жерде ғылым мұғалімі болғанын біледі. Оның оқушылары күнді жейтін жұмбақ дақтар туралы жаңалықты сұрайды, бірақ Грейс сұрақтан қашуға тырысады. Содан кейін олар Петрова сызығы туралы сұрайды, және Грейс 2 жыл бұрын Ирене Петрова есімді әйел күннен Венераға дейін созылған инфрақызыл жарық жолағын ашқанын түсіндіреді. Қазір ол Петрова сызығы деп аталады. Зонд жібергеннен кейін ғалымдар күнді аздап өшіретін ұсақ нүктелерді тапты. Бұл келесі 30 жылда жер 5-8 градус Цельсийге суытады. Дақылдардың құруына, экономиканың құлдырауына және адамзаттың жартысының аштықтан өлуіне әкелуі мүмкін дегенді білдіреді. Президенттің өтініші бойынша Грейс сақалын қырады, содан кейін жеңіл тағамдар жейді және тіпті арақ ішеді. Ол кемеде 2 өлі денені және олардың фотоальбомдарын табады. Бұл оның өткенін баяу еске түсіруге көмектеседі. Флешбекте біз Грейсті Ева Страт есімді әйел келгенін көреміз. Ол Петрова тапсырмасы тобының мүшесі болып шығады. Бірнеше жыл бұрын Грейс өмір үшін су қажет емес екенін жазған. Осы танымал емес пікір үшін академиялық қызметінен шығарылған. Ева оған көмек сұрайды, өйткені зонд Петрова сызығынан алған үлгілер күн бетінде тірі қалған, сондықтан оның су теориясы дұрыс болуы мүмкін. Грейс алғашында көмектесуден бас тартады, бірақ ақырында үлгілерді талдауға келіседі. Кейінірек Грейс зертханаға апарылады, онда Ева және бірнеше әлемдік көшбасшылар әйнегі арқылы оны бақылайды. Грейс үлгілерді талдайды және шприцпен бірін тескенде оның түсін өзгертеді. Ол көміртек, сутегі және оттектен тұратын шағын бөтен жасуша екенін түсінеді, яғни ол негізінен су. Бұл жасушалар қозғалғанда көп мөлшерде инфрақызыл жарық шығарады, және олардың сәулеленуі Петрова сызығының дәл жиілігіне сәйкес келеді. Олар күннен энергия сіңіріп, содан кейін қозғалыс үшін шығарады. Осыдан кейін Ева дәрігерге жұмыс үшін рахмет айтады және басқа жетекші ғалымдар зерттеуді жалғастыратынын айтады. Бірақ Грейс қалуға өтініш бергенде Ева оған 3 жасушаны зерттеуге рұқсат береді. Грейс сол күні бастап Карл есімді қауіпсіздік қызметкерінің қатысуымен жұмыс істейді, және жасушаларды астрофаг, жұлдыз жегіштер деп атайды. Келесі сұрақ. Астрофагтар неге Меркурийге қарағанда Венераны Петрова сызығын құру үшін таңдады? Карл көмірқышқыл газының толқындарында инфрақызыл жарық шығаратын қарапайым ағаш жәшік симуляторын жасайды. Эксперимент тез бұзылады. Астрофаг слайдтан қашып жәшік ішіне тарайды. Грейс пен Карл олардың шығып кетуін тоқтату үшін бір жәшікті екіншісінің ішіне салады. Грейс қараңғы жәшікке кіріп қолмен үлгілерді ұстайды. Ол 3 дананы жинайды, бірақ 4-шісін байқайды, яғни астрофаг көбейген. Бұл астрофагтардың көбеюі үшін көмірқышқыл газын қажет ететінін көрсетеді. Грейс бұл ақпаратты Евамен бөліседі және көп ұзамай әскери ұшақпен мұхит ортасындағы нысанаға апарылады. Онда Ева оны көптеген танымал ғалымдармен таныстырады. Грейс астрофагтар Венераға көбею үшін баратынын, өйткені онда көмірқышқыл газының қолайлы жағдайы бар екенін түсіндіреді. Ева таңғаларлықтай күн жалғыз өлетін жұлдыз емес екенін, басқа көптеген жұлдыздарда жұқтырылғанын, бірақ Тау Китай есімді 12 жарық жыл қашықтықтағы бір жұлдызға әсер етпегенін айтады. Олар неге әсер етпегенін білу үшін Project Hail Mary деп аталатын ғарыш кемесін салып жатыр. Ең үлкен мәселе отын. Олар 2 миллион килограмм астрофаг өндіруді жоспарлайды, өйткені олар көп энергия шығарады. Бірақ кемеде жерге қайтуға жеткілікті отын болмайды. Ғарышкерлер деректерді зондтар арқылы жібереді, бірақ өздері қайтып келмейді. Мұны естіген Грейс үрейленеді, бірақ Ева басқа нұсқа жоқ екенін, астрофаг күнді толық жейінше аштықтан өлетінін түсіндіреді. Сондықтан олар кемеге ұшқыш, инженер және ғалымды жібереді. Қазіргі уақытта Грейс оның бөлмелестерінің есімі Йо мен Алессандро екенін біледі. Ол оларды еске түсірмесе де, олардың үлкен іске өмірлерін қиюға батыл адамдар болғанын біледі. Грейс оларды ренжітпеуге уәде береді. Содан кейін ол ауа шлюзін ашып, оларды ғарыштың шексіздігіне жібереді.
Кенет жүйе олардың тау Кита орбитасына кіргенін ескертеді, қозғалтқыш өшеді және кемеде гравитация жоғалады. Грейс бұл жұлдызда да Петрова сызығы бар екенін, бірақ басқалар сияқты өшпегенін байқайды. Ол бірдеңе бөгеп тұрғанын түсінеді, және жақын қарағанда ғарыштағы үлкен құрылымды көреді. Грейс бөтендер салғанын түсініп қорқады. Ол кемені басқарып, қашуға тырысады, бірақ басқа кеме оны қуа бастайды. Содан кейін басқа кемеден бір нәрсе ұшырылады, ол хабар немесе бомба болуы мүмкін. Грейс қалқанды іске қосуға тырысады, бірақ кемеде қалқан болмағанын түсінеді. Басқа кеме нысананы баяуырақ жылдамдықпен қайта жібереді. Грейс ғарышқа шығып, нысананы ұстап алады. Оны ішке әкеліп зерттейді. Ол ксеноннан жасалғанын біледі, жерде ол әдетте газ. Содан кейін ол бөтеннің өз планетасының орнын және тау Китадағы Петрова сызығын көрсететін моделін жібергенін байқайды. Грейс те жердің орнын қосып қайтарады. Көп ұзамай бөтен туннель жасап, озық технология арқылы Грейсті екінші жағына өткізеді. Ол өтіп тосқауылды көреді, ал арғы жағында жартас сияқты қолды байқайды. Бөтен Грейс жасаған заттардың, соның ішінде Грейстің және кеменің шағын моделін көрсетеді. Содан кейін ол кетуін ымдайды. Грейс кетеді. Бөтен туннельді ажыратып, кемесін Hail Mary сияқты айналдырады. Туннель қайта қосылады. Грейс есікті ашқанда күшті қысымға ұшырайды. Енді туннельде гравитация бар. Кейінірек Грейс бөтенмен байланысуға тырысады. Ол түсініксіз дыбыстар шығарады. Ол бөтенді мұқият бақылап, ол жартасқа ұқсайтынын байқайды, сондықтан оны Рокки деп атайды. Екеуі күлкілі ымдармен алмасады. Содан кейін Рокки Грейстің артындағы сыйлықты көрсетеді. Рокки дулығасын шешуді ымдайды. Грейс бірден өлетін шығар деп ойлап қарсы тұрады. Бірақ Рокки берген зат молекулалық оттегі болуы мүмкін екенін түсінеді. Ол дулығасын шешіп, тамаша тыныс алатынын көріп таңғалады. Осыдан кейін Грейс Роккимен көп уақыт өткізеді, және оның планетасы да Петрова сызығының проблемасына тап болғанын біледі, сондықтан ол осы арнайы миссияға келген. Бірақ олар әлі толық байланыса алмайды. Грейс эхолокацияны пайдаланып, дауысын ноутбукке жазып, Роккиге сандарды, өз атын және басқа негізгі сөздерді көрсетеді. Бір уақыттан кейін Рокки механикалық инженер екенін, ксенонның металдық түрін Грейс зенонит деп атайды, құрылымдар мен модельдер салу үшін қолданатынын түсінеді. Грейс жерге жіберу үшін бейне күнделікке өзінің табыстарын жазады. Олар жақсырақ байланысқан сайын тау Кита неге басқа жұлдыздар сияқты әсер етпегенін ойланады және осы миссияда бірге жұмыс істеуді шешеді. Бірақ Грейстің атмосферасы Рокки үшін өлімге әкеледі, сондықтан ол әдетте тосқауылдың артында тұрады. Грейс Роккиге дауыс береді, ол мәтінді оқып отырмау үшін. Грейс Рокки оның кемесіне көпіршікті костюммен кірген кезде естеліктерін еске түсіреді, ол адам атмосферасында өмір сүре алады. Рокки бірден қозғала бастайды, салмақтан шағымданып, хаос тудырады. Рокки олармен бірге тұруды шешеді, бірақ Грейс оның тым бастық екеніне ашуланады. Сондай-ақ, Роккидің есту қабілеті өте сезімтал, және қабырғалардан көре алады, сондықтан Грейс өзінің жеке өмірі жоқ сияқты сезінеді. Грейс жерге бейне күнделік жазуды жалғастырады, және арабтар релятивизм мен радиация туралы ештеңе білмейтінін түсіндіреді. Радиация қалған экипажды өлтірген, ал отын цистерналарының жанындағы Роккидің шеберханасы оны қорғаған. Екеуі тау Китаға сапар 11 күнге созылатынын түсінеді, және сол уақытқа дейін бір-бірін танумен айналысады. Роккидің үйде жұбайы бар, олармен бірге 186 жыл болған, бірақ ол әлі де жеткіліксіз деп санайды. Грейс жұбайының атын сұрайды, бірақ Роккиде ағылшын сөзі жоқ, және Грейс түсінбейтін дыбыс шығарады. 11 күндік сапардан кейін олар мақсатты планетаға жетеді, Hail Mary орбитаға кіреді, үлгілер жинайды. Олар астрофакты бетінен жинап жатқанда планетаны Роккидің жұбайының құрметіне Адриан деп атайды. Кейінірек үлгілерді талдағанда Грейс таңғаларлық нәрсені ашады. Тек астрофактар ғана емес, бактериялар, қарапайымдылар, күрделі тіршілік және тіпті жыртқыштар бар тұтас экожүйе. Бұл Адрианда өмір бар екенін дәлелдейді. Рокки астрофактардың популяциясын тұрақты ұстап тұрғаны осы екенін түсінеді. Егер олар сол жыртқыш организмді үйге алып келсе, жұлдыздарын құтқара алады. Бірақ Hail Mary Адрианның атмосферасына түсе алмайды, әйтпесе жойылады. Рокки жеткілікті ұзын тізбек және жыртқыш жинағыш жасай алады, бұлттардан бактериялар жинайды. Грейс кемені басқаруды жаттықтырады, өйткені ол бұрын ешқашан істемеген. Әңгіме барысында Грейс Роккиге барлық табыстарды зондтар арқылы жерге жіберетінін, бірақ отын жеткіліксіз болғандықтан өзі қайтпайтынын айтады. Оның бірнеше жылға жететін азығы бар, және ғарышта өледі. Бұл Роккиді өте қайғыртады.
Ол Грейске үйге қайту үшін қанша астрофаг қажет екенін сұрайды. Грейс 2 миллион килограмм деп жауап береді. Рокки оған отын бермек болады. Бұл оның үйге қайтуын 6 жылға ұзартады. Грейс қатты толқып, көз жасын ұстай алмай көмекті қабылдайды. Содан кейін сахна басқа флешбекке ауысады. Ева Грейспен әңгімелесіп жатыр. Ұшырудан 3 күн бұрын екеуі де өте қуанышты. Кенет нысанада қатты жарылыс естіледі. Олар тексеруге жүгіреді. Қазіргі уақытта дуэт миссиясын бастайды. Жыртқыш жинағыш пен тізбекті Адриан атмосферасына түсіреді. Орбита қарқынды, аспанды жасыл жарық толтырады. Рокки кемені тұрақтандырады. Жыртқыш жинағыш қайтып келгенде кенет бақылаудан шығып кетеді. Грейс оны ұстау үшін жүгіріп, қатты ыстыққа қауіп төндіреді. Ол пышақпен кесіп, кемені қолмен ұстап, тез ішке кіреді. Көп ұзамай Адрианның гравитациясы кемеге зақым келтіріп жатқанын түсінеді. Сондықтан бірден қашу керек. Қашу кезінде отын цистерналарында жарықшақ пайда болады. Олар бағытынан ауытқиды. Бақылауды қалпына келтіру үшін цистерналарды ажыратады. Бірақ күшті болып, екеуі де бас айналады. Бірақ олар планетадан құтылады. Грейс соңғы рет кемені тұрақтандыру үшін қолын созып, есінен танып қалады. Мұны көрген Рокки өзінің көпіршікті костюмінен шығып, досын құтқару үшін өміріне қауіп төндіріп, тұтқаны түсіруге көмектеседі. Содан кейін ол досын медициналық аймаққа көтереді. Роботты қол оттегі береді. Басқа флешбекте 1 грамм астрофагтың қателігі өртке әкеліп, жетекші ғалым Дюбуастың өліміне себеп болғаны белгілі болады. Уақыт аз. Ева Грейске ғалымның орнына баруын сұрайды, өйткені ол ең білімді адам. Грейс өмірін миссия үшін беруден бас тартады. Ева оның жақын достары да, отбасы да, тіпті итті де жоқ екенін еске салады. Грейс ойлануды сұрайды. Ева 3 сағат береді. Қазіргі уақытта Грейс оянады. Роккидің көпіршікті костюмінен шығып, оны құтқарған кезде қалдырған ыдырау ізінен кейін жүреді. Ол досының есінен танып, жарақат алғанын көріп, жүрегі ауырады. Ол Роккидің соңғы хабарын оқиды. Жерді құтқар, Адрианды құтқар. Грейс астрофаг жыртқышын зерттеп, оны Тауми деп атайды. Ол оны өсірудің жолын табады, және жерге нұсқаулармен жіберуге дайындайды. Тауми азотқа ұшырағанда өлетіні белгілі болады. Оны түзету үшін Грейс Роккидің ксенон толтырылған цистерналарын пайдаланып, азотқа төзімді жаңа нұсқасын жасайды. Бірнеше күннен кейін Рокки ақырында есін жияды. Бұл Грейсті өте қуантады. Ол досына барлық ашқан жаңалықтарын көрсетеді. Енді олар үйге қайтуға дайындалады, бірақ алдында үлкен кеш өткізеді. Рокки тіпті кешкі киім киеді. Грейс оған адамзаттың барлық білімі бар ноутбук және плюш ойыншық береді. Рокки адам досын ешқашан ұмытпайды. Грейс осы оқиғалардың барлығын еске түсіріп, эмоционалды болады. Ол Роккиге тамаша досы және бәрі үшін рахмет айтады. Екі дос көз жасын ұстай алмай қоштасады, өйткені бұл соңғы рет көрісу. Кемелер бөлініп, өз жолдарына кетеді. Грейс жерге сапар 4 жылға созылатынын біледі. Бірақ көп ұзамай ластануды байқайды. Ол цистерналарды тексеріп, ксенон толтырылған Тауми цистерналарының зенониттің өзін тесіп өтетіндей дамығанын түсінеді. Бақытымызға қарай Грейс кеменің астрофагын жемес бұрын тоқтата алады. Ең алаңдатарлығы Роккидің кемесі толығымен зенониттен жасалған. Бұл оның отыны таусылып, радиациядан баяу және ауыр өлетінін білдіреді. Енді Грейс дилеммада. Тікелей жерге ұшу немесе Роккиге көмекке оралу, екеуін бірдей істей алмайды. Ақырында ол досына көмектесуді шешеді. Ол жерге барлық табыстардың толық бейнежазбаларын және жеткілікті Тауми жібереді. Олар өз фермаларын құралады. Зондтарды жібергеннен кейін Грейс досын құтқаруға оралады. Ақырында ол Роккидің кемесін ғарышта қалқып жүргенін табады. Ішке кіруге тырысқанда тосқауыл бар екенін және Рокки көрінбейтінін байқайды. Ең нашар нәрсені ойлайды. Бірақ үміт үзілгендей болғанда Рокки пайда болып, Грейсті көріп шаттанып, олар құшақтасады. Көп жылдардан кейін зонд жерге жетеді. Ева Грейстің бейнежазбаларын және сыйлықты көреді. Планета қатып қалған, яғни Ева дұрыс болған, бірақ енді болашаққа үміт бар. Басқа жерде біз Грейсті араптар салған, жер ортасын имитациялайтын биодомы бар Эрат планетасында көреміз. Ол Роккимен жағажайда жүреді. Енді Грейс тіпті аудармашысыз Иридий тілін түсінеді. Рокки Эрат ғалымдары Хейл Мэриді жөндегенін, енді жерге ұшуға дайын екенін айтады. Грейс ойлануға бола ма деп сұрайды. Рокки ұзақ ойлан дейді. Соңғы сахнада Грейс жағажайдағы уақытша сыныпқа барады. Ол оқушыларына, олар Эраттың балалары болып шығады, салыстырмалық теориясын үйретеді.